Саламатсыздар ма? Мен Ұлжан Нұғман, киім дизайнері. Бүгін біз өзіңіздің өлшемдеріңізді өлшеудің маңызды және негізгі тақырыптарын бірін талқылаймыз. Елестетіп көріңіз, сіз үйдесіз, шұғыл түрде арманыңыздағы көйлекті тігу керек болды. Үйде жаныңызда сізге көмектесетін ешкім жоқ. Әрине, орталықта мен сіздерге бір-біріңізден өлшемдеріңізді өлшеуді үйретемін. Басқа нұсқалар болмаса, біз өлшеудің ыңғайлылығы мен дәлдігі үшін бірнеше лайфхактарды қолданамыз. Айым бізге өзінен өлшем алуға көмектеседі. Үстінде қара кофта, шалбар бар. Киімді таңдау кездейсоқ емес. Өйткені өлшемді жартылай сынамалы киімде немесе іш киімде өлшеу қажет. Жеңді тігу, иық тігісі, мойын сызығы бақылау нүктелерінің орналасуын анықтауға көмектеседі. Мойындағы әшекей де кездейсоқ емес. Бұл бізге мойын нүктесін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, бізді өлшеуді жүргізу үшін бізге айна қажет, сантиметрлік таспа және шеңберлі серпімді резинка. Бірінші серпімді резинканы біз мықын сызығына орналастырамыз. Серпімді резинканы мықынның шығыңқы жері бойынша еденге көлденең орналасады. Келесі резинканы бел сызығына кигіземіз. Серпімді резинка белдің ең тар жерімен еденге көлденең орналасады. Үшінші серпімді резинка кеуде сызығына орналастырамыз. Резина кеуденің ең шыңқы нүктелері арқылы еденге көлденең болады. Сонымен қатар қолға арналған 3 серпімді резинканы таспа болады. Оны біз қалай өлшеу керектігін айтамын. Соңында өлшеуді тексеремін және өлшеуді өзіңізден алуға болатын туралы мифті растаймыз немесе құптамаймыз. Енді мойын, кеуде, бел және мықын өлшейміз. Түгінен айналдыра, алдыңғы ойығына дейін алынады. Айтпақшы, сіз бұл өлшемдерді тек дайын лекаламен жұмыс жасау үшін ғана емес, сонымен қатар иық бұйымдарының негізгі базасын құрастыру үшін де пайдалана аласыз. Кеуденің екінші айналымы жауырынның шыңқы нүктелерінен қолтық ойындылары арқылы өтіп, кеуденің жоғарғы жағынан өлшенеді. Кеуденің екінші айналымы кеуде бүкпесін есептеу үшін қажет болады. Кеуденің екінші айналымы жауырынның шығыңқы нүктелерінен қолтық ойындылары арқылы өтіп, кеуденің ұштарына қарай қозғалту арқылы өлшенеді. Үшінші кеуде айналымы біз қызыл серпімді резинканың бойымен сантиметр таспа арқылы кеуде алдында өлшенеді. Серпімді резинканың бойымен тұлғаның ең жіңішке жері айнала алдына қарай өлшенеді. Мықын айналымы өлшеу таспа мықынның шыңқы нүктелері арқылы біздің қызыл серпімді резинка бойымен алдына өлшенеді. Егер сіз фигураның ерекшеліктерін ескертсеңіз, бұнда бізге сызғыш көмектеседі. Біз сызғышты қызыл серпімді резинка сызығының бел бойымен орналастырамыз. Сантиметр таспасын мықын деңгейіне айналдыра, іштің шыңғы жерлерін ескере отырып, алдынан өлшейміз. Қолдың жоғарғы айналымы. Сантиметрлік таспа жоғарғы ең жуан жерлерін айналдыра өлшенеді. Шынтақ айналымы. Қолды сәл бүгу кезінде шынтақтың шыңқы нүктелері бойымен көлденең өлшенеді. Білезік айналымы. Қолдың төменгі ең жіңішке жері айнала өлшенеді қызыл серпімді резинка бойымен. Кеуде ені. Анықтаймыз. Алдыңғы сол жақ қолтық ойындысының нүктесінен оң жақ қолтық ойындысының нүктесіне дейін көлденең өлшенеді. Өлшеу дұрыс болу үшін иықпен көп қозғалмаңыз. Келесі өлшеу кеуде ені. Өкінішке орай кеуде енін өздігінен дұрыс өлшеу мүмкін емес. Жауырын қозғалғанда тым үлкен ауытқулар пайда болады. Бірақ та біз формула бойынша есептей аламыз. Кеуденің бірінші айналымынан кеуде ені ме 2-3 иық оралымы қосындысын алып тастаймыз. Келесі өлшемдер ұзындықтар мен биіктіктер.
Ол үшін бақылау нүктесінің орнын анықтау қажет. Біз қазір мойын нүктесі керек, мойын сызығының иықтан өтетін жерлер. Біз үшін әшекей қазір маңызды, ол иықтан өтіп тұр. Бұл нүктені қазір мойында біз крестикпен белгілейміз. Алдыңғы бойдың белге дейін ұзындығын, артқы бойдың белге дейінгі ұзындығын өлшейміз. Біз кеуде биіктігін өлшейміз. Кеуде бүкпесінің орналасуын анықтау қажет. Өлшемді мойын нүктесінен бастап, омырау ұштарының шыңғы нүктесінен алынады. Келесі өлшемдерді алу үшін бізге канцелярский скрепка қажет. Біз скрепканы белдеудегі көрсетілгеніндей серпімді резинкаға сантиметр таспаны бекітеміз. Біздің өлшемдеріміз бұл алдыңғы бойдың белге дейінгі ұзындығын және артқы бойдың белге дейінгі ұзындықтары. Олардың өлшемдері дұрыс болу үшін оларды бір сәтте өлшеу қажет. Өлшеу таспасын артқы жағындағы серпімді резинкамен бірге жылжытамыз. Ол омыртқа мен бүйір арасында орналасу керек. Біз оны иыққа жіберіп, мойын нүктесіне бекітіп, артқы бойдың белінің ұзындығын өлшейміз. Енді сантиметрлі таспаны мойынның нүктесінен қозғамай төменге жібереміз. Тігінен белге дейін өлшеуді бекітіп, артқы бойдың белге дейінгі үлкен ұзындықтары алып тастаймыз. Арқаның белге дейінгі ұзындығы бой ұзындығының 4-тен 1-не тең. Келесі өлшем мықын биіктігі. Біз оны алдыңғы жағынан серпімді резинка бойымен бет сызығынан мықын сызығына дейін өлшенеді. Иық ұзындығы мойын нүктесінен иық буынына дейін өлшенеді. Келесі өлшемдерді біз қолдан өлшейміз. Қолдың жоғарғы айналымы және білезікке дейінгі ұзындығын өлшейміз. Осы жерде бізге 3 қызыл серпімді резинка көмектеседі. Ол үшін біз серпімді резинка арқылы қолдың жоғарғы жағына дейін таспамызды тартамыз да өлшемді аламыз. Қолды кішкене бүгу керек. Бізге енді бұйымның ұзындығын өлшеу қажет. Ол үшін оны алдыңғы және артқы жағынан өлшеуге болады. Алдыңғы бойдың мойын негіздегі нүктесінен омырау ұшы арқылы өтіп, қалаған деңгейде вертикаль бойынша өлшенеді. Артқы жағынан ұзындықты 7-ші омыртқасынан төмен сантиметрлік таспаны ұзарту немесе тарту арқылы қалаған ұзындықты алуға болады. Енді мен айым дұрыс өлшем алды ма, соны тексеремін. Ол үшін маған сантиметр таспа арқылы айымды қайтадан өлшеп шығамын. Мен айымды өлшедім. Өлшеу барысында 1 сантиметр немесе 0,5 сантиметр ауытқулар болады. Өлшеуді өзіңіз қалай алып жүрсіз? Сізге біреу көмектесе ме? Бұл туралы түсініктемелеріңізді төменге қалдырыңыздар.